189-шы сор. Қазақстандағы хандық биліктің жойылуы. Құрметті балалар, сіздер алдыңғы тақырыптарда өтіп кеткендей, Ресей қазақ хандығының билігін толық өз қолына алуды көздеді. Өйткені Қазақстан Ресей үшін бұл экономикалық жағынан тиімді, яғни Орта Азия мен Қытаймен сауда байланысы үшін қолайлы болды. Сонымен бүгінгі тақырыбымызда қазақ хандығының әлсіреу себептерімен және қазақ хандығының жойылып, Ресей енгізген жаңа басқару жүйесімен танысасыздар. Ең алдымен Қазақстанда хандық билеудің әлсіреу себептеріне тоқталамыз. 19 ғасырдың басында Ресейдің орта жүздегі саясаты белсенді болып, шаруашылық саласында жаңа бағыттар қалыптаса бастады. Жайық, Каспий теңізі, Ертіс, Зайсан көлі маңында балық аулаумен шұғылдана бастады. Шығыс және орталық аймақтарда тас көмір, түсті металл өндіретін алғаш кен орындарын игеру жүзеге асырылып, 19 ғасырдың ортасына қарай су және жел диірмені, ұсталық, май, кен, былғары өңдеу зауыттары іске қосыла бастады. Тау-кен өндірісіне Орал әскери шебі бойында тартылған жатақтардың саны жыл санап өсе түсті. Осы кезде уәли билігінің әлсіздігі Ресейдің бұл аймаққа ықпалын күшейте түсті. Империя құрамына Қазақстанның қосылуы, оның орналасқан геосаяси жағдайы Ресей үшін тиімді болды. Сонымен қатар Қазақстанның Қытаймен, Орта Азия халықтарымен, Сібірмен тиімді сауда қатынасы Ресей үшін тиімсіз еді. Сондықтан да Ресейдің басшылық және саяси жағынан жүргізіліп отырған шаралары жандана түсті. Халық арасында ықпалы төмендей түскен қазақ хандықтары патша үкіметінің билеу саясатына қарсылық ұйымдастыра алмады. Қытай жағына ауып түсіп, Боғдыханның бодандығын қабылдауы мүмкін деген қауіптері де хандық институттың жойылуын тездетті. 1781 жылы Абылайдың қайтыс болуы, оның толып жатқан ұрпақтары арасындағы кикілжіңдер хан билігін әлсіретті. Екінші Екатеринаның атына сұлтан ақсақалдардың уәлиді хан тағынан тайдыру туралы өтініш жіберуі патша үкіметі үшін тиімді мүмкіндік туғызды. Хандық билікті әлсірету мақсатымен 1815 жылы патша үкіметі орта жүзде уәлимен қатар екінші хан етіп Бөкей сұлтанды тағайындады. Петербург сарайы қос билеуші Бөкей мен уәлиді қан төкпей орындарынан алуға сылтау іздеді. Оларды бір-біріне айдап салып, бақталас ауқатты сұлтандарды өз жағына тартып отырды. 1817 жылы Бөкей хан, 1819 жылы уәли қайтыс болғаннан кейін орта жүзге хан тағайындалмады. Бұл жағдай орта жүздегі билеу жүйесінің жаңа тәртібін қажет етті. Сөйтіп жаңа реформа жүргізілді. Жаңа реформаны әзірлеуді Сібір генерал-губернаторы Сперанскийге жүктеді. Оны даярлауға болашақ декабрист Батенков белсене қатысты. Жаңа әкімшілік үштағанды, ауыл, болыс және округті асығыс құра отырып, граф Сперанский мен оның ізбасарлары жергілікті факторлармен санаспады. Сайып келгенде оны іске асырудың күш қолданылатын тактикасына сенді. Және бәлкім реформаны жүзеге асыруға жасалған алғашқы әрекеттердің өзі қоғамда жіктеліс және үкіметке қарсы пиғылдар туғызуға әкеп соғып, ол 20 жылдан астам уақыт күреске ұласады деп ойламағанда болса керек. Шынында да бұл жарғыда далада жалпы дағдыға айналған еркіндікті батыл жою ойластырылды, және ол тұтас халыққа мейлінше ауыр зардаптарға әкеп соқты деп әділетті атап өтті
барон Услар. Ол кейініректе Кенесары Қасымовтың тұтқын ретінде ауылдарда бірнеше ай тұрған еді. Сонымен орта жүзде хандық, феодалдық мемлекеттіктің жойылуы бір жағынан қазақ қоғамының өзінде ішкі рулық талас тартыстардың жалғасуы салдарынан, екінші жағынан патша өкіметінің әскери әкімшілік әрекеттерінің нәтижесінде болды. Жарғының басты мақсаты Қазақстанның солтүстік шығыс өңірін әкімшілік, сот, саяси жағынан басқаруды өзгерту, рулық феодалдық тәртіптерді әлсірету, ресейлік губерниялық басқаруға біршама жақындау, орта жүздегі хандық билікті жою. Аумақ жағынан Батыс Сібір генерал-губернаторлығына Тобольск, Томск және Омбы облыстарымен бірге Сібір қазақтарының облысы да кірді. Жарғы бойынша батыс шекарасы Орынбор даласына, оңтүстігі Шу өзеніне дейін созылған Сібір қазақтарының округі сыртқы және ішкі округтерге бөлінді. Бұлар Қарқаралы, Көкшетау 1824, Аягөз 1832, Ақмола 1831, Баянауыл, Үшбұлақ 1833, Аманқарағай 1834, кейінгі 40-50 жылдарда құрылған Көкпекті, Құсмұрын, Алатау округтері болды. Көшпелілердің бір округтен екіншісіне өз еркімен ауысуына шек қойылды. Ол үшін жергілікті сұлтандардың рұқсаты талап етілді. Аға сұлтанды тек сұлтандар ғана сайлайтын болды. Оларға ресейлік майор әскери шені, ал 10 жылдан кейін дворяндық атақ берілді. Аға сұлтанды сайлағанда, хан сайлағандай ескі әдет сақталып, хан сияқты ақ кигізге салып көтерді. Болыстық билік мұрагерлікпен берілді. Егер болыстық сұлтанның мұрагері болмаса, оның орнына інісі немесе облыстық басқарма бекіткен туысы болатын еді. Болыстық сұлтандар Ресейдің әкімшілік сатысы бойынша 12 классқа жататын шенеуніктерге теңелді. Балалар, енді біз кіші жүзде хандық биліктің жойылуы туралы мәселені қарастырамыз. 1822 жылы Орынбор губернаторы Эссеннің қатысуымен Орынбор қазақтарын басқару жөніндегі жарғы бойынша кіші жүз жерінде 3 хан тағайындау жоспарланды. Бірақ ол іске аспады. Жарғының осы жылы бекітілмеуіне де себеп болған осы жай болды. Ал Орынбор губернаторы 1824 жылы кіші жүз ханы Шерғазыны Орынбор қаласына шақырып, сонда басқа қызметке тағайындатты, кіші жүздегі хандық билікті жойды. Тек кіші Ордада, Бөкей хандығында 1845 жылға дейін хандық билік сақталды. Жарғыны жасаушылар жергілікті факторлармен санаспады. Оны іске асыруда күш қолданатын тактикаға сүйенді.